Ассалаумағалейкум достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кәсіпкердің бизнестің жалпы жабылып қалуының 5 ең үлкен себептері. Бірінші себебі, сразу бастайық. Бірінші себебі барлығын өзім істеймін деген сөз. Оны қалай? То есть барлығын өзім істеймін дейді. Кез келген жұмыс, допустим, продвижение магазина. Магазиннің, Инстаграм магазин аштыңыз, сіз онлайн магазин аштыңыз, и соны жүргізу керексіз. Барлығын өзім істеймін дейсіз. SMM-шікті өзім боламын дейсіз, таргетингті де өзім жасаймын дейсіз, визуалды да, фотосессияда, модельда бәрін өзім боламын деп айтасыз. Бұл чисто бір бизнесті, ең кішкентай бизнесті айтатымыз. Барлығын өзім істеймін деп айтасыз. Немесе оффлайн.магазин барлығына түсінікті болу үшін оффлайн.магазин аштыңыз, продуктовый. Сол жерде кассир да, пол жуушы да, басқа да, налогты да, бухгалтерді да санайтын сіз боласыз, допустим. Барлығын өзіңізге аласыз, бүкілін өзім істеймін, ешкімге ақша бермеймін, ешкімді алмаймын деген ең үлкен бір қателіктердің бірі. То есть ол бірінші қателік. Оны біз қалай дұрыстаймыз? То есть сіз команда болу керек, командасыз никак. Менің команда туралы видеом бар, иншалла сол видеоны көріп өтіңіздер, қалай команданы дұрыс құрау керек туралы. Ол жерде сол туралы толық ақпараттар бар. Енді бұл ошибка жасамау үшін сізге бағанағы онлайн магазин келтіретін болсақ, сол салада маман болып жүрген адамдардың басын қосатын болсаңыз, сіз сол кезде кәсіпті дұрыс бастайсыз. Магазинде де тура сондай кассирдің, пол жуушының барлығын сіз бөлу керексіз. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой, тауық сойса да қасапшы сойсын дейді. Дәл солай әр істің маманы істеген дұрыс болады. Келесі екінші біздің үлкен бір қателіктердің бірі, идея бар, бірақ спрос жоқ. Өте үлкен қателіктер. Живой пример келтіріп бере аламын. Менің ағам болған деппін ғой, бар ол да. Просто ағам ол не ашам деді, шеге шығаратын завод ашам деді, и андай черепица ашам деді. Черепица деген анау крышаның үстіне тұратын сондайды ашам деді. Завод сияқты станокты алдырам, и сондай мен қазір бәріне сатам деген секілді. И ол идея қайдан туындады? Оны біреу айтты, таныс айтты, брат, короче, анау неде рынокта мен көрдім, көп адам черепица бағана сатып жатыр екен, спрос емес, жақсы өтеді екен, анау деп, в общем, идея айтады. Ол балада ақша бар болғаннан кейін, ана ақша бар балаға айтады барып. И мен ағамда ақша бар, сол станоктарды заказ береді. То есть ешқандай бизнес идея жоқ, спрос ол товарға бар ма, жоқ па, клиент бар ма, жоқ па, тексермей жатып, просто тупо соны алады, станокты алады, станоктардың бәрін қойып қойған, ашып тастаған, бүкіл жағдайын істеп қойған, беске істеп қойған, бүкілін істеді. Бірақ станоктар дәл солай тұр. Өйткені ешқандай ол жерде не жоқ? Спрос жоқ. То есть спросты бірінші біз, бұл ошибканы біз қалай дұрыстаймыз? Бірінші сіз товар сатар алдын, бір какой-то бір бизнес бастар алдын, сіз бірінші спросты тексеру керексіз. Оны қалай тексереміз? Бірінші ол сізде магазин жоқ болса да, бар, уже менде ол магазин бар, мен сол магазинді продвигать етіп жатырмын, мен оны қалай сатам деген ой, бірінші ой келек. Сол кезде сіз аласыз, допустим, OLX-ға саласыз, Инстаграмға саласыз, Google объявлениеға саласыз, бүкіл жерге маркетқа саласыз, маркет.kz-қа саласыз. Осындай черепица осындай теңгеден, осындай теңгемен есеп шығарасыз, қанша теңге шығатынын, и сатып көресіз. Қанша адам сізден спрос сұрайтын. Басында көбісі сұрамауы мүмкін, потом сіз тағы басқа источниктардан көресіз. Если спрос ешқандай болмаса, и конкурент болмаса ешқандай, ондайдан ойлану керек, кішкене істеу керек па, істеумеу керек па деңіз. А если оған спрос болып, бәрі жақсы уже сізде база болып тұрса, клиенттер заказ берсе бола ма деп жатса, сіз примерно айтасыз, бір айдан кейін осы болады деген секілді, бітіп қалды деген сияқты айта саласыз, и потом бизнесті бастайсыз ғой айтқанда. Үшінші қателік ол бізде ешқандай плансыз бизнесті бастау. Бизнес-план жоқ, то есть бизнес-план жоқ, бизнес-плансыз сразу бағанағы бизнес бастау. Ол пример ретінде айтайын, үйдің примері. Сіз үй соққан кезде, сіз бірінші үйдің планировкасын сыз. Планировкасын соққан кезде, осынша жері қазылады, фундамент құйылады, одан кейін андай бөлінеді. Сіз оның бәрін бірінші қағазға орнатып аласыз ғой, потом барып оны реализовать етесіз. Дәл сондай бизнес идея бар. Бизнес идеяда сіз бірінші мен қандай продукт жасаймын? Бірінші сұрақ. Мен қандай продукт жасаймын, қандай пайдалы продукт жасаймын. Бірінші проблеманы іздейсіз. Сол проблеманы табасыз. Проблеманы тапқаннан кейін, соны шешесіз. Продукт ол. Уже продукт сізде дайын.
ол услуга болуы мүмкін, ол товар болуы мүмкін, кез келген нәрсе. То есть ол адамдарға керек бас. Потом спросын тексересіз. Спросын тексергеннен кейін мен оны қалай сатамын? Өзіңізге дұрыс сұрақтарды қоя біліңіз. Осы каналға тіркеліп кетіңіздер, Казио каналына тіркеліп кетіңіздер. Мен Инстаграм бар, Қасым Қазақ, сол жерге де тіркеліп кетіңіздер. Ол жерде пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Негізі мен өзім маркетплейста торговать етемін. Одан бөлек менде тағы да 5 бизнесім бар. Ең үлкен ошибка, 4-ші ошибка, ол именно рекламаға экономия жасайды. Рекламаға экономия жасау деген ол өте үлкен қателіктердің бірі. То есть бизнесті салып алады, потом реклама жасамайды. Өйткені рекламаға нормально ақша кетеді. Давайте мен өзім примерімді айтып берейін. Мынау қазір біз отырған жеріміз бұл студия. То есть мен өзім Вайлдберристе жұмыс жасаймын, и сол жерге үйретемін адамдарға, пайдалы ақпарат беремін деген сияқты. Мысалы, менің бағанағы обучающий өзімнің академиям бар да, мысалға, и оны маған реклама жасау үшін мен өзім полезный продукт бірінші ойлап таптым. Адамдардың қалай проблемасын шешсем болады. Оның полезный продукты енді продвигать етіп отырмын. Енді бір күнде 170 мың теңге расход кетті. 100 мың теңге видеографқа, актерларға, бізде бағана 7-8 актерлар болды. Одан кейін студияны 4-5 сағатқа снимать етесің. Потом тағы да бағана жолда охранникпен сөйлесесің, таксистпен сөйлестік, анамен сөйлестік, бәріне ақша беру, бәріне ақша. Бір күнде 170 мың теңге біз рекламаға құрдық. Одан бөлек біз еще таргетке жереміз ғой. Таргеттің рекламасы бар, оған как минимум 300 мың теңге кетеді ертең. 300 мың, где-то 500-600 мың теңге әшейін просто бір күндік рекламаға кетіп жатыр. Соның бәрі реклама. То есть ол болмаса, если сіз рекламаға экономить ететін болсаңыз, онда оны ешкім білмейді. То есть адамның бұл тек қана таргет рекламасы емес, кез келген реклама. Таргеттен бөлек сарафанный радио болсын, басқа болсын, сіз всегда реклама жасау керексіз. Рекламаға экономить етудің қажеті жоқ. Тағы бір пример, ол біз алдында бизнеспен айналыспай тұрып, біз дос балам оператор болатын. Сол оператор енді ашылып жатқан бизнестарға видео түсіретін. Сол кезде барып түсірген кезде бизнесін күшті қылып, кітапхана, Марвин сияқты ашып тастаған күшті қылып. Бірақ реклама ешқандай жоқ, клиент 0. Так что ондай ошибканы қайталамаңыздар. Келесі 5-ші қателігіміз ол финграмотность. То есть финграмотность жоқ. Сіздің тауып жатқан обороттағы ақшаңыз, ол сіздің ақшаңыз сияқты сезіліп кетеді. Содан кейін сол ақшаны қалай болса солай құртасыз, iPhone аласыз. Біздің қазақтар жақсы көреді ондай. iPhone болсын, басқа болсын, өзіңіздің хотелкаларыңызды алып, потребностьтарыңызды жауып, потом не болады? Банкрот болады. Сосын денежный срыв болады. Содан кейін ақша бағанағы неге жетпейді, басқа нәрсеге налог, аренда деген нәрселерге жетпей алады. И просто адам өзі енді бастап жатқан кезде, обороттағы ақша 1 миллион, 2 миллион теңге айналып жатқан кезде, ол айтты, мен уже сондай ақша тауып жатырмын. На самом деле ол ондай ақша тауып жатқан жоқ. Ол өзінің себестоимости бар, допустим, оның ішінен ол 400 мың теңге табуы мүмкін, максимум 1 миллионнан. И ол 400 мың да оныкі емес, ол полностью. Ол налогы бөлінеді, оның бағанағы услугасы, комиссиясы, арендасы, істеп жатқан жұмыс адамдары, в общем, барлығы алынғаннан кейін где-то 20-30% ғана сіздерде чисты өзіңіздің прибыліңіз қалады. И соны ғана сіз бөліп, еще сіз бизнестің ары қарай жалғасуына тағы да бір какой-то бөліп қою керек. А если ол болмаса, онда вообще бизнес құлайды ғой. В общем, осылай. Сіздерге осы видео пайдалы болса, каналға подписаться етіп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Қасымбек Айдархан. Подписка, лайк сіздерден, менен пайдалы контент.